Hi, my friends. Today we are going to learn present simple. Жай осы шақты бүгін өтетін боламыз. Жай осы шақ. Ол ағылшын тіліндегі ең бастапқы 12 шақтың ең алғашқысы. Бізде қазақ тілінде жаңа 3 шақ, осы шақ, келер шақ, өткен шақ болса, ағылшын тілінде 12 шақ бар. Бүгін алғашқысын өтетін боламыз. Present simple. Жай осы шақ. Ол қалай жасалынады? Жай осы шақ етістігі әдеттегідей, әдетте қайталанып тұрушы, белгілі бір уақыт, мезгілді білдірмейтін, жалпы іс-әрекетті білдіреді. Жай айтатын болсақ, ол үнемі қайталанатын іс-әрекеттерді айтамыз. Яғни күнде бір уақытта тұрамыз, таңғы және кешкі астарымызды ішеміз, жұмысқа барамыз, мектепке барамыз. Осыларды айтқан кезде біз present simple'дан қолданамыз. Ол қалай жасалынады? Қандай жалғау, жұрнақ жалғану арқылы жасалынады? Көріп алайық. Жекеше түрде болымды формада do, does сөйлемге қатыспайды. Ал үшінші жақта, яғни he, she, itті біз үшінші жақ деп айтамыз. Үшінші жақта s немесе es жалғау жалғану арқылы жасалынады. Егер үшінші жақта келгенде, яғни he, she, itте келгенде, мынандай әріптермен аяқталса, double s, ш, ч, о, x әріптеріне аяқталса, ол етістікке es жалғанады. Қалғанның барлығына, егер де сөйлемде she, he, it немесе қыздың аты, ұлдың аты, жануарлармен басталған кезде, ол кезде жағына s жалғаймыз. Қалған мынау әріптермен аяқталғанда біздер es жалғау жалғанады. Мысалы, watch ч әрпіне аяқталып тұр. Сол себепті біз es жалғадық етістікке. He watches a TV. Ол теледидар қарайды. Ал егер де I деп айтатын болсақ, ол кезде ешқандай етістікке жалғау жалғану қажеті жоқ. I, we, you, they деп. Жай ғана I watch TV, you watch TV, we watch TV, they watch TV деп кете береміз. Егер де біздер сұраулы сөйлемге айналдыратын болсақ, I, we, you, they де do'ды қолданамыз, he, she, itте does'ды қолданамыз. Ал болымсыз сөйлемде оған I don't, she doesn't, not жылауы қосылатын болады. Тағы да бір айта кететін жайт, егер де he, she, it үшінші жақта етістігіміз y әріпіне аяқталса, оған es жалғау жалғанады. Тағы мынау y әріпі тұрған I әріпіне өзгеріп кетеді. Мысалы, fly y әріпіне аяқталды, ол y әріпі түсіп қалып I әріпіге жалғанады, es өзгермейді. Play, plays. Мысал келтіретін болсақ, the bird flies. Құс ұшады. She plays. Ол ойнайды. Жекеше түрде болымды және болымсыз сөйлем жасаған кезде, мысалы, I play the guitar. Мен гитарада ойнаймын. Сұраулы сөйлем. Do I play the guitar? Бұл жерде алдын айтқан кезде I, we, you, theyді он do жалғанады деп айттық. Мысалы, do I play the guitar? Мен гитарада ойнаймын ба? I don't play the guitar. Мен гитарада ойнамаймын. You play the guitar. Ол гитарада ойнайма? Do you play the guitar? Сен гитарада ойнайсың ба? Сен гитарада ойнайсың. Сен гитарада ойнайсың ба? Сен гитарада ойнамайсың. You don't play the guitar. Енді үшінші жаққа қоятын болсақ, she plays the guitar. Ол гитарада ойнайды. Does she play the guitar? She doesn't play the guitar. Бұл кез қарап тұрғандағыдай, бірінші сөйлемде, мына болымсыз сөйлемде she plays болды, етістікке s жалғанды. Ал екінші сөйлемдерде, сұраулы және болымсыз сөйлемде етістікке s алынып тасталды. Өйткені does тұрған кезде етістікке ешқандай жалғаудың жалғану қажеті жоқ, ол бірінші формаға қайта кетеді. Әрі қарай, he plays the guitar, яғни ол гитарада ойнайды. Does she play the guitar? Ол гитарада ойнайма? He doesn't play the guitar. Ол гитарада ойнамайды. Соңғысы болымсыз сөйлем. Бұл жерде we play chess. Біз шахмат ойнаймыз. Do we play chess? Біз шахмат ойнаймыз ба? We don't play chess. Біз шахмат ойнамаймыз. I, we, you, they де болады. He, she, it болған кезде, яғни ұлдың есімі немесе қыздың есімі, заттар, жануарлар болғанда біздер does'дан қолданамыз. Және етістікке s немесе es жалғау жалғаймыз. Және ондағы present simple шағында қолданылатын сөздер бар. Always әрқашан, usually үнемі, often жиі, ever әрқашан, never ешқашан, sometimes кейде, және every day, every week, every month, every year әр күні, әр ай, әр апта, әр жыл қолданылатын сөздер. Егер де сөйлемде осы сөздер кездессе, ол present simple